Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз балықты дәл видеодағыдай қызыл етіп қуырамыз және қуыру барысында сіздерге керекті лайфхактарды айтатын боламын. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, алдағы уақытта да керемет рецептерді бөлісіп отырамын. Сондықтан каналыма подписаться батырмасын басып тіркеліп кетіңіз. Ал енді бисмилля деп жұмысымызды бастайық. Әрине, ең алдымен балығымыздың сыртын тазалап, жуып алатын боламыз. Мен де сырты тазаланып қойған, енді бөліктерге бөліп алып жатырмын. Енді біз балығымызға тұз қосатын боламыз. Тұзымыз барлық бөлігіне біркелкі араласу үшін дәл осындай үлкен ыдысқа бір ас қасық тұзымды салып, жақсылап араластырып алатын боламын. Жеке-жеке сеппеймін, сонда біркелкі араласатын болады. Сіздерге күшті лайфхакпен бөлісейін. Біз балықты қуырған кезде сырты қызыл әдемі болып қуырылу үшін ұнды қосамыз ғой. Сол ұнды біз осылай көп ұнымызды ысырап қылмас үшін және де қолымызды былғамас үшін осындай арнайы пакетке балығымызды салып, үстіне 2 ас қасық ұнымызды салып, видеода көріп тұрғандай жақсылап шайқап араластырсаңыздар, көп ұнның керек етпейді және қолыңызды қайта-қайта былғамайсыз. Ұнға дәл осылай ыңғайлы болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық балыққа біркелкі ұн араласты. Енді балығымызды майымызды қатты қыздырып алып қуыра беретін боламыз. Тағы да бір лайфхак, табағыңыздың ішіне дәл видеодағыдай пищевая бумаганы төсеп қоятын болсаңыз, бірінші кезекте табағыңыз қатты былғанбайды және екінші кезекте майыңыз қуырылып жатқан кезде жан-жағына қатты шашырамайды екен. Майымыз қызғаннан кейін балықтарымызды салып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша қызарғанша қуырып алатын боламыз. Балықты дәл осылай қызыл етіп қуырса өте дәмді шығады. Мен ұсынған лайфхактарды сіз де пайдаланып көріңіз. Міне балығымыз қып-қызыл өте дәмді болып шықты. Бізге аз болсын, ал сіздер лайфхакты пайдаланып, өз үйлеріңізде қуырып көріңіздер және арнама міндетті түрде подписаться батырмасын басып тіркеліп кетіңіз. Сонда алдағы уақытта да менің рецептерімді көре алатын боласыз.